Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз фаршированный грибы әзірлейміз. Оған қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниясында бар. Алдымен пиязды ұсақтап тураймыз. Кейін саңырауқұлақтарды негізінен ажыратамыз. Оларды 4 бұрыштап тураймыз. Келесі кезекте болгар бұрышын кубиктап кесеміз. Енді тауық етін кесеміз. Қызып тұрған табаға майды құйып, туралған ингредиенттерімізді қуырамыз. Алдымен пиязды қуырамыз. Кейін үстіне туралған саңырауқұлақтарды саламыз. Саңырауқұлақтарымыз сәл қуырылған соң, тауықтың туралған етін саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш себеміз. Салмамыз сәл дайын болар кезде болгар бұрышын саламыз. Жақсылап араластырып бұқтырамыз. Қалауыңызша аз көк сепсеңіз болады. Енді салмамызға майонез салып араластырамыз. Пісіретін ыдысымызға саңырауқұлақтарымызды тіземіз. Саңырауқұлақтың ішіне салмамызды саламыз. Барлық саңырауқұлақтарды салмамен толтырған соң, үстіне сливочный соус құямыз. Фаршированный грибыды қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут пісіреміз. Ол піскенше гарнирін әзірлейміз. Қалауыңыздағы көкөністерді қызып тұрған табада қуырамыз. Мен асқабақ пен үрмелі бұршақты қолдандым. Қуырылған соң үстіне су құйып, қалауыңыздағы макаронды салсаңыз болады. Осымен саңырауқұлақтарымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Каналымды қолдап, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін маңызды.